Енді қосылыватыр екен. Кеш жарық, ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, дамы и господа. Очень рада вас всех видеть. Сегодня меня попросили, с моей команды попросили, чтобы этот Zoom был на казахском языке, но я буду время от времени и говорить на русском. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Анна, очень рада вас тоже видеть. У нас разные часовые пояса, но все равно вы тут, несмотря то, что вы далеко в Германии. Вот мы Казахстан еще собираем, да, 30-40 человек, а люди с Германии присоединяются. Это уже круто, что человек уже осознанно в бизнесе. Деген сөз ғой. Жалпы жағдайларыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге познавательный, профессорский, академический қорғау ретінде өткізейік. Қалай не болып жатыр, не істеп отырмыз. Анау жұрт ана жақта ойбай неше түрлі күшті нәрсені көрсетіп жатқанда біз не істеп отырмыз. Біреуміз шай ішіп отырмыз, біреуміз гүл ұстап тұрмыз, біреуміз басымыз сипалап отырмыз. Бибісара ханым күліп отыр деген сияқты да. Очень рада вас всех видеть, поэтому ана бәрі шашын ұстап кетті. Анау жартылай немене бәрің шай ішіп отырсыңдар, а? Время ужина, да? Ой, қыздар, керемет. Өткенде осы микрофондарыңды ашып қойып, бір сұрақ қойғанда жауап бере беріңдер. Өткенде Ақтөбеде үлкен қалалық презентация болды ғой. Сол презентацияда 150-ге жуық адам жинаппыз. Оның бірталайы ақтөбелік, алматылық осы біздің команда болса, бірталайы астаналықтар осы ведаға қатысты адамдар болып үлкен презентация өткіздік. Үлкен деңгейде өтті. Осы өзіміздің қазір жан-жақта қыдырып жүрген Анар ханымыз, Жанар ханым келіп, астаналық қыздар келіп, әркім өзінің наставнигі, өзінің партнерін іздеп келгендей, бір деңгейге жеткізетіндей, сол деңгейді бір-біріне көрсететіндей, көрсеттік та, айттық та, жасадық та. Сонда келіп отырған қонақтар баршылық болды. Жалпы адам айтады ғой, бір бизнеске шақырғанда осы жерде бәрің айтасыңдар. Мне трудно приглашать, я не умею приглашать, ко мне люди не приходят, дейді. Не просто не приходят, они придут, просто нужно говорить увереннее. Мысалы, кейде адамдар өзінің өмірі бір тоқтап қалғандай сезім бола ма? Не істеп отырмын мен? Мен не істеп жүрмін деген сияқты бір тоқтап қалғандай сезім болады. Ол таңның атып, күннің батып, күн жаққа жүресің, тұрасың, бизнесің бар, вроде бы бәрін жасап атсың, жұмысың бар, ақша бар. Күнделікті әйтеуір как белка в колесе крутишься, работаешь, вроде бы зарабатываешь, вроде бы и бизнес, и все дейсің. Но айналып келгенде мына ішкі жан дүниеңде бір ой мазалайды. Ананың бәрі сенікі емес сияқты. Не істеп жүрмін мен, не істеп жүрмін деп. Сөйтіп жаңа таңның атысы тұрып алып, жаңа магазинге барып, магазинде ет сату емес қой. Жаңағы ол недвижимостьтің бизнесі болғасын, ол магазиндер жаңағы арендада болғасын, ол теплица болғасын, ол фитнес-клуб болғасын, бәріне контроль керек та, общий контроль. Ал жақсы сол общий контрольға шықтың, бардың, бірақ мынау менікі дейтін көкірегің сайрамайды да, бір ақшаң бар, бір білмеймін, не істеп жүргеніңді білмейсің. Сондай нәрсе бар ма сіздерде? Мысалы, араларыңызда өз кәсібі бар адамдар бар ғой. Давайте поговорим сегодня с предпринимателями немножко. Есть у вас такое чувство, что вы занимаетесь бизнесом, крутитесь, с утра до вечера что-то делаете, зарабатываете, но нету того, что это мое дейтін зат бар ма? Мына ішкі түйсігіңде. Кім бар осы жерде соны айта алатын? Шығып маған айтыңыздаршы. Люди, что у вас микрофон не включается, что ли? Или говорить разучились? А ну-ка, включили микрофон и говорить начали. Я задала вопрос. Было такое чувство, что все делаешь, но это не твое?
У меня У не меня, было. да, у меня нет такого чувства. Было. У кого-то, может, есть. Было такое чувство. Да, әркім өзінің бизнесін жасап жүреді да, бірақ не істеп жүргенін білмейді. Немесе жұмыс істеп жүр, айлыққа жұмыс жасайды, тұрақты айлық алады, и опять чего-то не хватает. Люди, қазір айлық табатын адамдар да везде погрязли в кредиты, да. У всех осы жерде отырғандардың құрығанда басында біреу, болмаса екеу, әрі кетсе үшеу сондай кредиттері бар. Соның барлығы, мысалы үшін, айналып келгенде өзіңнің ісіңмен өзіңнің керек дүниеңді тауып жасап жүрмегендігіңді көрсетеді да. Мен осылай өзім ойлана бастағанда, вот мне чего-то не хватает, почему я так хожу, это не мое, вот это не мое, мынаның бәрін не аштым, бірақ менікі емес сияқты деп сөйтіп жүрдім. Соның ішінде кім үшін, не үшін, балдар үшін, отбасы үшін, семьяң үшін, жаңағы айналаң, той садақасы деп қазақбайша жүре бердік. И айналып келгенде соңында жүре алмай қалып, осы сетевойдың арқасында, осы жердегі осы компанияның арқасында аяққа тұрдық та. Менің өзім сондай ситуациядан өттім. Сол кезде мен өзіме бірақ сұрақ қойдым. Вообще мен жалпы не істеп жүрген пендемін? Нем келіспей жатыр, нем келісіп жатыр, неге жарам, неге жарамайым деген сияқты. В итоге ақшаны табамыз, денсаулықты құртамыз, ақшаң бар, бірақ еркіндігің жоқ екен да. Но нету свободы, дышать свободно не можешь, потому что крутишься как белка в колесе, как свой бизнес, или же ты работаешь где-то на кого-то и тоже крутишься, но бәрібір айналып келгенде еркіндік қана жоқ екен. Сол осы сауна мен стелканың арқасында аяққа тұрып, нәтиже көріп, содан кейін мен бұл Қытайды мен бұрыннан білетінмін. Себебі Қытайдың кезінде дзинда деген аппараты болды. Ертең бізге беретін анау водородный стержень сияқты ионизатор воздуха и ионизатор воды деген осыдан 20 жыл бұрын мен сол кезде сол озонаторды сатып алғам. Ол етті микробтардан, инфекциядан убивать ететін жаңа несі бар, и ішінде жаңа суды тазалап ішетін. Сол сияқты кеше кішкентай түрін көргенде кәдімгідей қуанып кеттім, шыны керек, о заман қайда, 20 жыл бұрын бұл заман қайда. Сол, енді әр адам өзінің өмірінде бір өзінің өмірін өзгертетін шешім қабылдауға тиіс деп ойлаймын. Өзгергісі келеді, не істегісі келеді, ананы да істегісі келеді, мынаны да істегісі келеді, бірақ не істеп жүргенін білмейді. Сонымен айналып келіп, осы сауна мен стелкіден тұрып, тығырыққа тіреліп, жүре алмай қалған кезде сетевойға айналып келдім. Онда да саунаға түсіп результат көргеннен кейін Қытайға бардық қой. Бірінші жыл Қытайға барғанда мен анау Хан Жифенге лекторге сұрақ қойдым. Мен 10 жылдың ішінде БАДы ішкен адаммын. Маған не бермеді жұрт? Удостоверениемді алып кетіп, анаяққа да жазды, мынаяққа да жазды, барлық жерге жазып, бүкіл компанияда жанар болып тіркеліп тұрмын, бірақ ешқандай компанияны жасамаймын. Себебі во-первых, басында жасағым келсе де маркетинг ұнамайтын. Қаржыгер болғасын бірталай нәрсені есептейсің, и баловая система, классика, оны қайта жасай бергің келмейді, сатқың келмейді, сөйтіп жүріп қаласың. Соның арқасы лекторға сұрақ қойғанда, маған осы 10 жыл бойы ішкен баттарым қайда кетті деп сөйдедім. Енді айналып келгенде мені емдеп та жатқан жоқ деп. Бүкіл осы Қазақстанда қандай компания болды, сол компанияның бәрін бір 3 айлап, 6 айлап ішіп шықтым десем, өтірік айтпайын. Сонда егерде бойыңда салқын, жаңа айтады ғой бізде влага, жидкость, суық, мына денеңдегі да холод, соның барлығы сол процесс болып жатырса, онда ол баттарды ішіп, жеп, апаратын жеріне апарып тастадың деген сияқты әңгіме айтты ғой. Себебі именно сол саунаның бір мықты құдіреті, мына суставтағы, мына дене бойындағы, қазақша айтқанда шаншу, сосын мына тізенің айналасындағы быртылдап тұрған жидкостар,
өне бойыңдағы салқын, соның бәрі шықпайынша ішіп жатырған. И еще ол жаңағы ішекті тазаламайынша, иә, сустав суставами, сосуд сосудами, но тоқ ішекті тазаламайынша тоже жаңағы іске аспайды екен. Ал біз қазақ қалаймыз, күнде ет жейміз ба, жейміз, қою шайды ішеміз ба, ішеміз, бірақ айналып келгенде ішекті біз жылында бір бұрын білмедік қой, ол мәдениетті білмедік қой, шыны керек. Мен осы 4-5 жылдықта ғана Ақтөбеде сондай клиника бар, очищение организма деген. Соған барып 4-5 жыл бойы семьямды апарып сөйтіп тазаланып жүргенде міне аяғы бізге детокс келді, иә, өзіміздің детокс. Сөйтіп сол детокспен бастап кеттік дағы. Осы Қытайда мен неге қазір сауна, стелька, детокс деп продукция айтып кетті дейсің, продукция айтайын деп отырған жоқпын, бірақ сол өнімді жақсы көргеннен, сол өнімді изучать еткеннен мен қазір Қытай туралы біреу айтып жаңағы жамандаса бар ғой, шашын жұлып алғым келеді ғой, отыр мына жерге деп. Шын айтайын. Себебі еңбектеп қалған адам мүсәпір боласың. Сол мүсәпір кезіңде аяғыңа тұрғаннан кейін саған никакие доказательства не нужны. Вот сейчас скажи мне, что это не вылечит, я тебе покажу, как она будет лечить деп отырғызып қояр едім, шыны керек. Енді бүгінгі тақырып біздің жалпы сетевой деген не? О, алла дедім ғой, мен анау қыздарға сұрақ қойғанда көп адамдар айтады ғой, вообще сетевой, оказывается, адамдар үшін өте түсініксіз ұғым екен. Түсінбейді ешкім. Тек жаңа шошала тартқандай бүйтіп қашады сетевой десе, иә. Мына өздеріңіз сияқты адамдар, бірдекілі адамдар, бақытты адамдарсыздар. Жалпы сетевой десе, оның түсінбейді не екен. Бірақ секта, адамды арбау, алдау, оны жаңағы бір жерге әкеп тығып жіберу, вот сол мағынаны көп айтады адамдар. Любой адаммен қазір сөйлесші, соны сол айтады. Оның ішінде ер адамдар айтады. Ой, мынауың секта ғой дейді. Әйелдер айтады, ой, бұл маркетинг қой, маркетингтің да не екенін білмейді адамдар. Бұл маркетинг қой дейді. Аладұрманы арқалап алып қаңғып жүріп өнім сату керек дейді. Ал жақсы, бұл бір варианты. Одан жаңағы сендер адамды гипнозировать етіп, алдап, арбап, жаңағыдай сол компанияларыңа тығып жібересіңдер дейді. Жалпы осы жерде философия бар ма? Осы 3 ұғымның түсініксіздігі соншалықты, осы 3 нәрседе философия бар ма? Философия жоқ. Жоқ, вообще адамдардың сол сұрақты қоя бастағанда адамдардың түсінбейтіндігі, сенің кәдімгі сонда бұл бизнес, біреудің заводы, анау Қытайда қанша завод тұр, қандай штаб-квартира тұр, қандай президенттер, анау толайым президиум ойнап жүрген адамдар емес, өзімізде ондай бизнес жоқ, енді жұрттың бар бизнесін қолымызға алып істеуден де қашып отырмыз ғой, шыны керек. Ойбай, мына өтірік, ертең жабылып қалады, ертең бүйтіп қалады, ертең сөйтіп қалады. Ертең тіріміз ба, жоқ па, оны бір Құдай біледі. Ал бүгінгі күнімізді саналы, сапалы өткізейік дегім келеді мен. Себебі мен сетевойға келгенге дейін мен бүкіл өнімді жақсы көрем, бәрін ішем, жедім деймін ғой. Себебі сетевой бизнес арқылы, осы жүйелі бизнес арқылы жаман нәрсе келмейді. Жаман нәрсені мен қолдандым деп айта алмаймын. Қаншама адамдарға біз мүмкіндік беріп отырмыз. Сол үшін бұл сетевой дегені өзі, қыздар, бұл мықты адамдардың мектебі. Мектеп кәдімгі шыңдалатын, өзіңді өзің мә саған, мә маған, мә саған, мә маған деп отыратын, шыңдап адамды шыңдайтын, бұл кәдімгі профессионалдардың мектебі. Ал сол мектепке төзсең, сен өсесің. Төзбей, бүгін мына жерде отырып, ертең ана компанияның зумында отырып, үшінші күні ана компанияның зумында отыратын болсаңдар, онда ештеңе де шықпайды. Бұл мектепті 11 жыл мектепте оқыған сияқты, 4 жыл университетте оқыған сияқты, 2 жыл магистратура, 3 жыл докторантура оқыған сияқты, бұл жерде де кемі бір 6 ай оқыңдаршы, қыздар, 6 ай осы жерге тұрақтаңдаршы, ал 1 жыл әрекет етіңдер.
бір жылдан кейін менің қазір командамда бар үлкен апайлар 1,5 жыл 2 жыл дегенде міне енді лидерлер енді келіп жатыр. Представляете? Но зато оған дейін біз босқа жүрген жоқпыз. Біз қаншама өнімді білдік, біз бизнестің не екенін білдік, қарым-қатынастың не екенін білдік, өзімізді таныдық, осы мектепті бітіруді, жаңа Жанар ханым келе жатыр деп бүйтіп бәрінің күтіп отыратыны, сол мектепті, сол білімді алу. Сол үшін мен айтам, қыздар, бұл жалпы сетевой жүйелі бизнес мықты, сіздер мықты адамсыздар. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл бізбен келатқан қыздарсыңдар, мықты адамсыңдар. Өздеріңді мен анау статус жасамадым деп аспандағы айды сұрап емес, әрекет етуге көшіңдер. Бірақ осы 3 жылға, осы 2 жылға төтеп беріп келе жатырған мықты адамсыңдар. Жалпы бизнестің мен айтар едім, бұл өзіңді танитын алаң. Шындығына келгенде бұл жүйелі бизнес өзіңнің кім екеніңді танытады. Сен Жанарсың ба, Анарсың ба, Нұргүлсің ба, не істеп жүрсің, қайдан келдің, қайда баратсың деген әңгімеге өзіңді танытатын алаң. Және өзіңді табатын алаң деп айтар едім. Алаң деп отырғаным, это такая площадка, обучающая площадка, где мы состояться можем здесь деген әңгіме. Вот сол өзіңді таба алатын алаң дейтінім, мен айтып отырмын ғой, мен 32 жыл тұрмыста болыппын, жасым 52-ден кетті, 50-ден кетті, и мысалы профессияң бар, бизнесің бар, бәрі бар дегенде, бәрібір менікі емес сияқты болып жүрдім, жасап жүрмін, ақша тауып жүрмін, бірақ анау қанағаттанбайды екен да адам. Ол шүкіршіліктен де емес, мен оны түсіндім. Ол менікі емес екен, понимаете? Это не мое. Вот производство не мое. Менікі адамдармен жұмыс жасап, осылай ля-ля-ля, рақаттанып, әңгімені айтып, шайды ішіп, етті бұрқытып, айда біреуін саунаға түсіріп, біреуін жетектеп, ана қалаға апарып, біреуін жетектеп, өзіңмен бірге шетелге апарып деген сияқты жалпы адамдардың өзінің миссиясы болады екен. А моя миссия, оказывается, помогать человечеству. Понимаете? Не зарабатывать просто, тратя свое время и тратя свое здоровье, а помогать человечеству. Сол миссияны білгеннен бастап, мен айтам ғой, Алланың құдіреті мықты ғой деймін. Мені 1 жыл оқыта салмады екен әке-шешем дедім ше. Неменеге мен финансист болдым екен деп. Осы күні ойлаймын да, просто қызық болсын деп айтып жатырмын. Но знаете, бұл профессионалдардың алаңы деп айтатыным, бұл сен осы жерде отырып, өнімді сатпайсың ғой. Өнімді өзінен өзі аузың ашылса, магазинің ашылса, жаңағы продукция өзінен өзі сатыла береді. Бұл жерде сен мына түпкі санаңдағы өз ойыңды, өз энергияңды өзгерте отырып, соны сатасың. Понимаете? Адамның энергиясы берілген кезде ғана сен оны тіпті ана жерде не тұр, соны сатып жібересің. Ал біз әлі қазақтар бір-бірімізді сатуды білмейміз. Анау келатыр дегеннен біз дірілдеуіміз керек қой, қорыққаннан емес. Соның жасаған қалай жасаймын, ана айтқан қалай айтам, сол деңгейге қалай жетем, салыстырмалы түрде де емес, я хуже, он лучше емес. Кәдімгі өзіңді, знаете, как-то быть самоуверенней, быть самореализованней. Вот когда у человека идет реализация, у него все получится. Ештемеден қорықпайсың ғой. Ал біздің адамдар не осы жерде отырғандардың жартысын айтайын қазір. Осы жерде не істеп отыр? Денсаулыққа келдім дейді, бірақ ақша тапқысы келеді. Ақшаға келдім дейді, бірақ денсаулық арқылы барады да сол ақшаға. Денсаулық арқылы. Прямой. Сен менімен бизнес жасайсың ба, ақшаға келдің ба, кел, мен саған ақшаны түсіндіремін демейді. Апарып, бүкіл бұлшылдатып, анаң бәріне түсіріп, айналдырып әкеліп, сосын барып бизнесті айтады. Вот біздің қателігіміздің өзі мына біздің менталитетімізге байланысты болып тұр ғой. Біз ақша деген адамға да әуел денсаулық, прокладка бәрін айтып болып барып, сосын ақша таба аласың дейміз ғой. Ал на самом деле, екі адам алдыңа келіп отырса, біреу бизнес, біреу денсаулық деп отырса, ол кезде айтуыңа болады, что это продукция, что это то-то, то-то деп.
Ал енді алдыңда нақ отырған адам, мен ақшаға келдім, мен өсуге келдім, мен ана компанияда, мына компанияда болдым, шаршадым, наставниктерім тастап кетті, бүйтті сөйтті деген адам менің алдыма көп келеді. Ал сол адамдарды түбін қазсаң, өздері не істеп жүргенін білмейді. Неге? Себебі қорқады, біреуді шақыруға қорқасыңдар. Қорқасың ғой, ештеңе получаться етпейді. Менің қолымнан келмейді, мен сөйлей алмаймын, мен айта алмаймын, мен сата алмаймын, мен істей алмаймын деп отырған адам қорқып үйінде отыра салу керек қой, вообще ақша табуға келмеу керек. Жата беріңдер үйлеріңде, келмеңдер бұндай жерге. Не алып келесіңдер? Қорқып отырған адам қолынан не келеді? Ал енді қазір сөйлей алмаймын деп отырған адамды үшкеншектің қасына отыр да сөйлетші, сен үндеме. Үшеуі сөйлегенде ана бүкіл айналадағы адамның, біреудің жаңағы мына кружкасы күшті әдемі, мынау деген фарфор екен десе, алады да сол біреудің фарфорын сатып жібереді, сол үшкеншек отырып бір-біріне. Ол неше сом екені не важно. Себебі мы продаем то, что пробуем, что видим, но это чужое. Но мы можем это чужое продать, потому что это не компания, потому что это не сетевая какая-то, да? А кто-то предложил это. Или же барды да біреудің анау тәтті тортын тәп-тәттіден барып алып келдің да жедің. Ойбай, болды, қазір біреу звондап қалсыншы, неғып Жанар десе, ой, тәп-тәттіден анау дамский пальчикиді алып келіп жеп отырмын, күшті екен, масқара екен, анау қонақтарыма да ұнап қалды деп бір ауыз сөз айтайыншы, бітті, жүгіріп барып сен соны дамский пальчикиді сатып аласың. Сосын мен тағы қарап өтпеймін, ертеңіне тағы біреу неғыватсың десе, мен тағы соны айтамын. Ол өзінен өзі шығады да, мен оны айтайын деп айтпаймын. Просто мен ана тәтті затты көрдім, мына емді көрген сияқты көрдім, и мен соны айта берем, но и мен оны біліп айтып сатайын, соны өткізейін деп айтпаймын. Мен просто жаңағы аламда айта салам. Но зато сол менің айтуым арқылы ол тәп-тәттінің барып мына кісі да, ана кісі да тортын алып жатыр. Мен де жеп отырмын, олар да жеп. Онымен қоймайды. Мен айтқан 3 адам, тағы 3 адамға айтып береді ғой оны. Үйіне балдары келсе, қыздары келіндеріне айтады. Ана жерден барып алыңдар, ана жердікі ГМОсы жоқ екен, сол екен, неше түрін айтып береді мысалы. Вот соның аяғында уже мы, не замечая, продаем чужой товар, но это за товар нам никто не оплачивает. Ешкім төлемейді бізге оны тәп-тәттісін сатып жібергеніміз үшін. Солай ғой? Ол дүкен саған процент төлемейді. Ал сетевойдың айырмашылығы, бұндай жүйелі бизнестің, бұндай компанияның айырмашылығы, сол айтып, аузыңды ашып, ішіндегі 60-ақ түрлі, ойбай, ол ертең 600 болғанда көп айттық, күшті рахаттанып айтатын шығармыз, бұдан да күшті айтатын шығармыз деп ойлаймын мен. 60-ы маған аз болып отыр қазір. Жаңағы Европа әлі 20-сы жоқ деп отыр, біз 60-та аз көріп отырмыз. Қанағат жоқ қой. Ананы сатқымыз келмейді, уже тағы аспандағы айды сұрап басқаны сатқымыз келіп отыр ғой. Но на самом деле ол да болады, оны күтсеңдер ол да болады. Енді секта мен сетевойдың айырмашылығын айтатын болсақ, сетевойда біз дамимыз дедім ғой мана. Ол бедейді, нағып бәрің бірің соңда бірің шұбырып уралап жүрсіңдер дейді. Сосын бір инстаграмға күшті, бір рилс салсаң, жаңағы командамен саласың ғой, енді билейсің, бетесің, бірдеңе айтасың, жаңағы өзіңше бір тренд сүріп сөйткен боласың, сөйтсең нағып шуласып жүрсіңдер дейді. Знаете, мынау жаратпаған адам екі ауыз сөз емес, мына көзқарасымен көрсете салады жаратпағандығын. Солай ғой? Солай. Сонда мен айтам ғой, сетевойда біз бір-бірімізді шабыттандырамыз. Шабыт арқылы келеді. Каждый нәрсе шабыт арқылы мәсаған деп келеді. Екінші басы қолдау арқылы. Біз бір-бірімізді қолдаймыз. Сол қолдау арқылы адамдарды төменнен суырып алып, өскін келе ма? Крючогыңа іліп ал да шық. Өскін келе ма? Крючогыңа іліп ал да шық, төменге, төбеге жібере бер, қолдаймыз. Сол бір-бірімізді қолдап, сүйретіліп, бүйтіп, тартып, сөйтіп жүргенде дамимыз. Оқимыз ғой, міне енді оқып жатырмыз ғой, не істеп отырмыз. Кеш батқан жүріп, рилс түсіріп, мақтанып, күлеміз, билейміз. Сөйтіп жүргенде анда-мында саяхаттаймыз. Ол да бірге бізде саяхатта да. Сонда бүйтіп ойланып қарасаң, сетевой сенің ойыңды кеңейтетін орта екен да.
кеңейеді, мынау масштабқа кетесің. Үйде отырып жаңа бискомпитімді сатсам 500 теңге үстінен көрсем, сосын ертең ол 20 болса 20-ның үстінен 500 теңге, 2000 теңге көрсем деп отыру емес, именно масштабқа ойлайсың да. Мен мынау глубинадағы адамдарды қайтем, мен мына Оралды өсірем, мен мына Шымкентті өсірем, мына жаққа барам деп біз пландау арқылы бір-бірімізді көрсету, бір-біріміздің соңымызға еру арқылы дами береді екенбіз. Ал секта дегеннің ол мысалы ол ер адамдардың сөзі, мен айтып отырғаным, өз сектасындар ғой, қойшы әрі. Ананы сатып алып едік, бүйтпеді. Неге бүйтпейді, неге сөйтпейді? Себебі қазақтың мына ақшасы, мына еркектің қалтасында ақшасы қазақтың 2 айдан аспайды ғой. Ана 200 мыңға қазір мына бадиді алып ішсе, келесі айда тағы 200 мың қалса, ойбай, 400 мың ақшам кошелектен кетіп қалды дейді. Ана ағзасының емделіп жатқаны, оның сахарының түсіп жатқаны, оның давлениесінің түсіп жатқаны, оның сосудтарының эластичный, анау бұралқы емес айналып жатқаны, ол есептелмейді. 400 мың теңге мына төс қалтадан кеткені есептеледі екен, представляете? Сонда мен айтам, жақсы. Ал енді шұбырып жүріп болдық. Сектасы ғой, жақсы, сектамыз ал. Сектаға не? Барып мешітке барып секта болайын ба, қайда барайын дегенде, секта жалпы адамдарды өзіне бағындыратын орта екен та. Ол жерде бастық жоқ болғанмен, мына жиналған дүйім халықты иіріп, басын иілдіріп, бағындырып, сөйтіп жаңағы қолына копек беріп қою арқылы жасап отыратын, сондай бағындыратын орта екен. Ал енді соны айтсаң, ол мына ми, сана, ол деген тар ғой, ер адамдікі тем более тар. Себебі ренжімеңіздер, осы жерде ер адам болса, мен де өзімнің күйеуімен бүйтіп 3 жылдан бері бейт қандер болып ойды деп қазір бүйтіп отырмын ғой. Қайреке, кеттік шай, жүр шай деп. Оған дейін мен де осылай төбелесіп келгем. Мен де түсіндіре алмағам. Мен де жаңағы не бар, үйде отпайсың ба? Саған біреу ақша тап деп жатыр ма? Саған біреу бірдеңе деп жатыр ма? Деп сөйлейді. Ол ақшада да емес мәселе. Үйде отырып қалған әйел ең бірінші қарайып қалады. Қараңғы болып қалады. Ал қараңғы қарайған әйелден қандай бала тәрбие алып шығады, ойлаңыздаршы. Вообще масштабты ойлай алмайтын саналы ұрпақты қайдан шығарады? Оны әйел азаты, аналар ғой шығаратын ондай баланы. Туғанымыз бір бөлек, оны тәрбиелегеніміз бір бөлек, оны өсіріп жетектегеніміз бір бөлек. Міне отырмын ғой Астанада 11 оқитын балама келіп 10 күн тамағын істеп берейін, ең болмаса деп. Сол сияқты ғой. Сонда біз мына өз бизнесім деп қабылдамайтын адамдарға мен жыным ұстайды ғой, жыным, шын айтайын. Бүйтейді маған. Келіп алдымда отырады. Міне бизнес тыңдауға келді, мына кісілер ертіп әкеледі. Келдім дейді да, жаңағы өзі тыңдап алады, сосын регистрация жасап партнер болады. Сол партнер болғаннан кейін сен оны күтіп отырасың. Осындай уақытқа презентация қойып қоясың. Жаңа 2-де мен Ақтөбеге келіп жатырмын, презентацияға келіңдер деп анонсты жариялап, жер жаһанға жаңағы келдім деп айтып, сөйтіп барып отырсаң, алдыңа жүгіріп келеді да, жаңағы қонақ сияқты келіп кетеді жаңағы. Мен жұмыстан келатыр едім, қазір тез болам екен, тез айтып бересіз ба? Мен кететін едім дейді. Айналайын, сен кім ұстап отыр? Ешкім ұстап отырған жоқ. Былай қарағанда өзінің келген жері, келінді түскен жеріне сіңіп кетеді ғой, 1-2 жылдан кейін сіңіп анау қаны қосылып. Бизнесте де өзімдікі деп келсең, өзімдікінің өз қара күшімдей дейді ғой. Сол сияқты болудың орнына, жоқ, жолдан келатып, жұмыстан келатып, келе салып едім, тездетіп боласыз ба? Менде уақыт жоқ дейді ғой. Ал сонда жұмыстың арасында бос уақыты болып келіп отырып, жаңағыдай тез боласыз ба дейді маған. Мен бола алмаймын. Мен өзім осы жерде 3 сағат сөйлеймін қазір. Әрқайсысын сөйлетіп отырып 3 сағат. Сол кезде ғана сіздің анау неңізге жетеді. Жүгіріп баратып жасаған бизнес өзі жүгіріп баратып кететін жағына кете салады. Шындық сол. Себебі қоғамда қалыптасқан бір ұғым бар да, анау миға әбден сіңіп алған,
тұрақтылық ол тек қана жұмыста. Біреуге барып қырып жойып жұмыс жасамасаң да, біреудің мындай әдемі столында отырып, ручканы ұстап, өтірік қағазды жазып, жаңағы, я біреудің баласын оқытып, жартылай оқытып, түсінсе түсінді, түсінбесе қалды деген сияқты, сөйтіп барып жұмыстан жүгіріп келатып бизнес жасаймын деп келген, ол тек әшейін әуре деп айтар едім. Себебі ол тұрақтылық тек айлықта деп ойлайтын адамдар, сол айлық мөлшері 300, 500, 700-дің маңайында тауып жүре беретін адамдар. С ними нам не по пути. Я сама так считаю. Не по пути. Мен 24 сағаттың жаңа бәрін осы ведаға арнаңдар демеймін. 24-та 7 біз менің командам өше жалпы солай жұмыс жасайды. Үлкен кісі, кішісі, жасы, ешқайсысы қарамайды. 24-та 7 адамдармен біргеміз. Сонда қараңыз, жүгіріп келатып, менің бос уақытымда келіп едім ғой, деп маған отговорка керек емес. Зарабатывать нужно тебе. Деньги нужны тебе, в первую очередь. И бизнес нужен тебе, и рост нужен тебе. Но почему-то жүгіріп баратырым, келатырым, кетіп баратырым, ой, менде уақыт жоқ дейді. Олар профессор. Біз әншейін жүрген, ән жерде қаңғып жүрген, Шалқардан Ақтөбеге барып, күніге 2 сағат жаңағы оқытып қаңғып жүрген мен жындымын. Представляете, өздеріңді солай ойлайсыңдар ма? Сондай жағдай болып қалады ғой, дағы уақытымыздың құндылығы нөл ғой, нөл болып тұр. А оны кім нөл қылып отқан? Обнуляем-то мы сами, потому что біз бір-бірімізге жаңа үлкен мықты дәйекті бермейміз. Айналып келіп, жаңа ақша түсіндіргіміз келеді. Ол адамға ақша керек, бірақ ол адам уақыт жоқ. Ол ертең келеді. А ертең менің уақытым жоқ. Вот представляете, в каком формате мы должны работать? Я сегодня даю то, что я могу, но не завтра. Потому что ертең мен сіздер үшін уақытым болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Береген қолым алаған дейді, бір қолмен беріңдер да, екінші қолмен тартып алыңдар. Бір қолмен айтыңдар да, екінші қолмен айтпайым дей салыңдар. Бір көкірегіңді берді, құшақта да, екінші рет итере салыңдар. Вот сол кезде адамдар итере салған кезде саған жүгіреді екен, представляете? Мен оны да адамдардан көрдім, басқа ештеңе емес. Просто біздің халық тәуелділікке, тұрақтылыққа, айлыққа, анау біреуге барып басеке, бастық, біреуге жаңа бет подхалимчик етіп, жаңа күнін көріп, күнкөріс деп үйренген. Ал сондай болып отырғасын жерде, қаяқтан ол сетевой менің жеке бизнесім деп айтсын. Жеке жұмысы тұр анау. Когда человек на кого-то работает, когда у него получать стабильную, да, то, что там есть стабильность. А у нас что? У нас нету стабильности. Мы это зарабатываем, мы это нарабатываем, мы это обучаемся. Но у нас преимущество больше, чем у других. У тех, кто зарплата. Больше. Даже больше у тех, кто предприниматель традиционный. Больше. Потому что здесь свобода. Полная свобода движения, полная свобода денег, полная свобода, знаете, слов. Я могу сказать, мен қазір анау кім екен деп те қарамайын. Зачем? Я же нигде не работаю. Я же ауаның директорымын ғой. Таза ауаның. Вот так что, қыздар, знаете, бұл сетевойдың өзі жеке менің бизнесім деп мен қабылдадым. Сіздер ше? Сіздер қабылдадыңыздар ма? Білмеймін, бүйтет, бірақ бәрі немой сияқты. Сурдоперевод керек емес па? Бүйтіп, я могу сурдопереводты да үйрену. Мен қабылдадым, бірақ та я на продажах хожу. Сатам. Поняли, не поняли, короче, не поняли. Я не Сол. поняла, как сөйлеп жатқан кісіні. Хорошо. Дальше идем. Девочки, я говорю о том, что мы должны сетевой бизнесті не просто так жүре бара емес, кәдімгі өзімнің бизнесім, бұл менікі, мен осы жерде өсем, өнем деп қабылдасаң, осы жерде өсетін жер, осы жерде табысқа шығатын жер, осы жерде дамитын жер, осы жерде саяхаттайтын жер. Міне бүгін көрдіңіздер ғой, біздің қыздарды көріп, әттең мен отырым, ворд болмай, сендердің кесірлеріңнен ворд болмай отырым деймін ба?
Вот каждый из вас, да? Вот здесь вот большинство наша команда. И әрқайсысың мен нац болуым керек, мен интер болуым керек деп ойлай бастағаннан, оны қалай болуым керек деп емес, не үшін болуым керек деген екен. Қазір мен бір орысша 10 сұрақтың коучингі вопростың темасын берем. Сол теманы жазып алыңыздар да, сосын соған ертең жауап беріңіздерші. Біздікі осы неделя біздікі ғой, біздің команданікі, иә. Сол жауап берген кезде, оказывается, не істеп жүрсің, неғып отырсың мына жерде, керек па саған бұл, керек емес па, уже шыға береді екен. Анаған жауап беріп, шынайы жауап беру керек та тек. Ал шынайы жауап берген адамда сол бұл жерде не істеп жүргені, неге өспей отырғанымыз, соның бәрі шығады екен. И это круто. Енді бір ақшамен, жалпы бүгінгі тақырыбымыз қызық қой. Ақшамен уақыттың соғысы қайсысы жеңеді деп ойлайсыңдар? Ақша жеңе ма көп тапқаннан, или уақыт жеңе ма жетпегеннен? Ну, потому что бірінші... Ау. Уақыт жеңеді жетпегеннен. Уақыт жеңеді жетпегеннен, дұрыс айтасыздар. Мына жерде оқыған адамдарсыздар ғой енді, уже сетевойдың түбін сүріп, 2 жылдан бері айда бәрін біліп отырған адамсыздар. Сол үшін әшейін сұрақ қойып отырмын. Уақыт бедейді. Бірінші алдыңда отырған адамдардың, ақшасы бар болады, бірақ уақыты жоқ болады. Екінші бір отырғандардың уақыты бар, бірақ ақшасы жоқ. Салайын десе. Ал нағыламыз дейді. Сонда уже айналып келгенде, осы этаптан бәріміз өттік. Ақша бар, уақыт жоқ этап, ол когда ты крутишься, как белка в колесе в своем бизнесе, еркіндік жоқ, свобода, да? И ты крутишься, не істеп жүргеніңді білмейсің, әйтеуір жүрсің, ақшаң бар, уақытың жоқ, ештеңеге қыдыруға да уақытың жоқ. Біз жылына 1 рет емес, 2 жылда 1 рет шаққа саяхаттайтынбыз ол кезде. Ақшаң бар, сен бірақ шыға алмайсың. Ана жерден кетсең болды, бір жағы бірдеңе болып жатады деген сияқты. Бірақ барлық нәрсе, адами тұрғыда барлық нәрсе уақыттың еншісінде екен. Уақыт. Қазір мынау заман сонда. Қазір осы уақыттың өзі, міне қазір таң атса күн батады, иә? Шектеулі болып қалған сияқты. Баяғыда білмеймін, либо телефон жоқ, либо ауылдық жерде жаңағы мына суета жоқ па қаладағыдай. Баяғыда кәдімгідей уақытың көп сияқты тұғын. Нешеде тұрсаң да, 10 мың шаг жасаймын, қиналам, бүйтем, сөйтем, ананы бүйтем, арықтайым деп, вообще ойда, ондай санада, ондай нәрсе жоқ қой. Ол кезде тек жұмысқа бару, келу, немесе бизнес ашу, немесе балаңды босанып, оны өсіріп, қағып, үйде жаңағы домохозяйка, немене әлгі үй шаруасындағы декретте отырған әйелсің, әйтеуір біреусің, ешкім емессің, біреусің. Бірақ успешный емессің. Нағып жүргеніңді білмейсің, жасап жатсың, бірақ нағып жүргеніңді білмейсің. Ал енді қазір уақыт до того короткий, қамшының сабындай ғана өмірі бар екен адамның. Қамшының ғана сабы. Қамшы қандай өзі? Жібі мынандай ғана, сабы мынандай ғана ғой. Осы сапты ойлаңдаршы енді. Қазір 50-дегі мен, 70-дегі сіз, 75-дегі сіз бүйтіп ойлай бастағанда, қамшының сабы дегенді де ойланбайсыңдар ғой. Бүгін бар адам, ертең жоқ қой былай қарағанда. Ал енді бүгін нағып мен не істеп отырмын, мен мынаны үлгерсемші, мынау бизнестің өзі наследствоны бала-шағаңа беріп кетуге болады. Сол үшін бір емес бірнеше треугольник алып, ол треугольникті ақшаға шығатындай қылып жасап, бала-шағаңа да қалдыратын. Анау адамда, мен айтам, ұрпаққа ақша емес қалатын, ата-анадан қалатын із ғой, із. Ол сенің беріп кететін малыңды беріп кетші. Малға ие бола алмайтын бала ол малды айдап, ұрлатып, сойдырып, қойдырып, бүлдіріп бітіреді. Мал баланы шашуы дегенмен, малды жинаған ата-ана көз тайса, бала оны игере алмайды. Оны қандай бала игереді? Соның айналасында жүрген бала. Малға да малдай адам керек. Ал енді жинап, депозитке жинап, мен анау орыс ағайындармен сөйлесе бастағанда на черный день деген сөздері бар. Солға жыным ұстайды соғанша. Өлгеннен кейін болды ғой, кім көмеді сені, бәрібір емес па? Ол анау сандықтың түбінде жатқан нәрсеге
бар ма жоқ па, қарай ма қарамай таппай да қалады ғой білмейтін адам, мысалы. Сол сияқты ғой. Қамшының сабындай ғана деген нәрсе бір өз уақытыңды басқара алатындай кішкене бір еркіндігің бар ғой. Осы жерде отырған адамдарда еркіндік бар болып отыр ғой. Бар болғасын отырсыңдар ғой 8-ден 9-ға дейін. Әйтпесе ужин беріп немесе намазыңды оқып жата салайын демейсіңдер ма? Жоқ, бізде өз уақытымызды басқаратын еркіндігіміз бар, сөйлеу еркіндігіміз бар. Айта аламыз, түсіндіре аламыз, соны жеткізу халыққа. Соны мынау менікі деп айтудан қорықпа. Мынау мен завод салып, Қытайлар завод салғанмен сон заводтың затын таратып отырмыз ғой. Сонда ол менің бизнесім, бұл менің дүкенім, бұл менің ісім деп айтуға болады ғой. Біреудікі сияқты келіп, кетіп, офиске келіп, кетіп, балду гоняете. И чё? Вот задайте вопрос себе, и чё? Из-за того, что вы пришли в офис, что-то поменялся? Нет. А поменяется? Нет. Если вы будете просто... Ал әрекет деген не? Әрекет дегеннің өзі сол жасап жүріп, өзіңнің жасаған ісіңе көңілің толу. Көңілің толмайтын іске, білесіздер ғой, көңілсізден деген бар ғой жаңағы мақалдар, айтпай ақ қояйын ар жағын. Ал енді көңілің толып, өз ісіңнің шебері, маманы, осы жүйелі бизнестің маманы болыңдар. Артыңнан із қалдыратын ол қамқорлық, ол ертеңгі күнгі жаңағы айтады ғой. Ойбай, не деп айтатын еді анау. Сені өзіңді еске алып, тек бала шағаң еске алу емес, тек ұрпағың еске алып отыру емес, халықтың аузында жүретіндей бір іс қалдыру, артыңнан бір із қалдыру. Оның барлығы ақшаны қалтаңа сала бергеннен, байып кеткеннен, анаяққа алып кетпейсің деп баяғыдан айтатын еді ғой. Баяғыдан айтады. Ал енді алып кетпейсің, сол сала берген дүниеңді бұл бір кішкене благотворительность жасап, сондай бір қор. Бізде, например, мықты сообществомыз. У нас сообщество деловых женщин можно назвать. У нас можно назвать сообщество оздоравливаемых контингент людей, которые мы не просто зарабатываем, а оздоравливаем людей, да? Тағы қалай айтуға болады? Сообщество, кого еще можно назвать? Оны ойламаппын, но я, например, сама себя сейчас констатирую так, что я в сообществе деловых, здоровых женщин. И мне это нравится. Я не говорю, что это сетевой, я не говорю, что там надо баллы делать, что там надо что-то продавать. Нет, я в сообществе успешных женщин. Мне так нравится больше. Ал енді өз өміріңді өзгертуге қорқып отыра беретін болсаңыздар, бұл сообществода сіздерге орын жоқ. Жоқ. Просто жоқ. Себебі ең бастысы бастау керек, бастағаннан кейін әрекет ету керек, оған сенім керек. Сенім қай уақытта өседі? Қай уақытта мына құлағыңа кіріп, алып отырған мағлұматтардың барлығы мына жақта затычка болып қалып, мына бастың ішінде тұрады ғой. Мынау өзіңнің санаңдағы затты бере бастаған кезде уверенность появляется. А вот через уверенность у тебя уже идет бизнес. Сен өзіңді таңдаған сайын, өмір сені таңдай бастайды. Өзіңді таңдап, мен қолымнан келмейді, білмеймін, анан шақырып едім, келмеді, мынаны шақырып едім, бүйтпеді деп, если будете жаловаться, Алла сіздерді менің сүйген құлым деп айтпайды. Айтпайды, себебі жаңағы ер адамды әйелден шаршаған, мен алай бермеші дейді ғой, мысалы. Ал енді ол сөз бұл жерге неуместно, но әр адам өзінің өмірін таңдай отырып, өзін таңдаса өмірден бөлек, если я выбираю себя, если я позволяю себе то, что я хочу, тогда у меня все получится. А если я этого хочу, но не делаю, смотрю на мужа, смотрю на детей, смотрю на внуков, смотрю за мусором, что мне нужно, вот это все, и это все меня будет триггерить, и меня это беспокоит, тревожное состояние, у меня ничего не получится. И у вас не получится. Потому что от того вы сидите, слушаете, и ничего не меняется, это не дело. Это значит, вы ничего не делаете деген сөз. Әрекет түбі берекет деп не жазып жатсыздар ғой, оны бәрі біледі осы жерде. Ой, айтамыз ғой оны.
айтуды қатырамыз ғой. Ал енді сол әрекеттің ар жағы жоқ қой, сол әрекет жасап жатырмын дейміз ғой. Бірақ енді Алла сені қолдау үшін сол әрекетіңді жасап, осы сетевойда өсуді армандап емес, кәдімгідей жұмыс қылып, қыздар, жұмыс, мынау менің жұмысым, мені жұмысқа мына қытайлар алды, осы жұмысты мен жасаймын, шығар жібергенше. Әттең ертең Лютенге айту керек екен, черт побери, мына жасамайтындарды 6 айға дейін срок берді, жасамайтындар жұмыстан шығар жібер деу керек шығар. Ана жұмыстан шығармайтын болғасын отыра бересіңдер ау деймін. Жоқсың ғой, адам деген саналы бір ойлау керек қой. Мен не істеп жүрмін өзім, міне 3 жыл болды ғой. Жасап жатырмын. Нені жасап жатырмын, не бір кіттай очки сатып, үстіне 15 мың көргенге мәзбіз. Серік сатып, үстіне 20 мың көргенге мәзбіз. Қалады ғой енді. Қатты айтсам ренжімеңіздер. Бірақ мына қазақ жетеңе жеткізіп дейді ғой, мұғалімдер, ана үкімет кезіндегі адамбыз ғой. Мы тоже, бізге наставник айтып отыру керек. Мына бүгін жасадың ба, бүгін адамыңыз келді ма, келген адамыңызға не дедіңіз? Анау YouTube бәрін бердіңіз ба? Telegram чатты бердіңіз ба? Анау контактын 50 контакт жаз деп айттыңыз ба? Деп әркім өзінің наставнигіне кішкене болса да бір жасап жүрген әрекетінің планы бойынша бір 2 ауыз сөзбен алмасып отырса, вот сол кезде ғана мынандай жұмыс болады. Айсы мен білем ғой оны, жасап жатырмын өзім. Адамдарым келді, сосын кетті десе, бүгін келген адам кете салады. Бүгін жазылған адамда отыра салады. Ештеңе жасамай-ақ отыратындар бар ғой. Шіркін нағып жүрсін десе, мен денсаулыққа келдім дейді. Жарайды, онда анауыңызды ішіп жүре берсеңізші. Не істеп отырсыз ақшаны тыңдап? Тыңдамай-ақ қойыңыз, зачем вам деньги? Десе, ну я послушаю, у меня же есть время дейтіндер бар. Ал. Сонда не болып кеттік сонда? Ақшамыз да жоқ, уақытымыз да жоқ болып кеттік па? Аяғында неге келдік? Ақша бар болу үшін сетевойда жүруіміз керек екен. И это не просто сетевой, а именно осы біздің ведада жүруіміз керек. Неге? Қатып қалдық па, или бармыз ба? Что-то бәрін қатып тұрған сияқтылар. Или мен қатып қалдым ба? Бармыз, дұрыс. Сол кеше жаңағы өзімнен өзім Ақтөбенің презентациясына дайындалған кезде бейдеймін ғой. Баяғыда көсемсіп, Ленинді айтатын едік қой, көсем деп, я? Мы когда были пионерами. Сонда бүйтіп мен бір неге келдім да, бір тұжырым адамда бір ұғым болады, я? Бизнес туралы. Содан кейін оны сен анализ жасайсың, ең соңында тұжырымға келесің. Ал тұжырымың, сен көсіле сөйлесең, көсем боласың. Айта алмайым дегендерге көсемсіп сөйлеу керек. Шығып алып айта беру керек, ұялмау керек. Сахнаға шықпайынша өспейсің деп босқа айтпайды. Көсемсіп сөйлеп, көсем бол. Сосын шешіле сөйлеп, шешем боласың. Кешегіде айтамын ғой. Көсіле сөйлеп, көсем боласың, шешіле сөйлеп, шешем боласың, секіріп, жаңағы бүкіл эмоцияңды көрсетіп, ар жағында секіріп, сетевик боласың деп. Соның өзі жақсы ғой. Ондай эмоцияңды бермесең, ол дамып жатқаныңды көрсетпесең, үйіңде оқып, жаңа отырып алып кітабыңды оқи бергеннен, оны біреуге айтып жеткізбегеннен не пайда? Айтып жеткізгенді да біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды. Енді мынандай сұрақ. Ақшасы да бар, уақыты да бар адамның қатарынансыздар ма? Или ақшасы да жоқ, уақыты да жоқ, бірақ тырысып жүрген адамның қатарынансыздар ма? Алло. Бәрі сурет болып кетті ма, не болып кетті? Организатор выключил. Да, в любом случае бір кем дүние болады ғой. Түсінбедім.
шулап естілмеді. Кеш жарық Жанар ханым. Қалай дейсіз, Уақытымыз Гүлмира бар. ханым? В любом случае, кеш бір жарық. кем дүние болады ғой деймін да, бір кем дүние деген бар ғой. В любом случае, надо стараться. Ақшасы да бар, уақытысы да бар адам болуымыз керек қой. В любом случае, должны принять, что это наш бизнес. Самое главное сол ғой. Менің ақшам да бар, уақытым да бар. Супер. Кім айтты оны? Аллаға шүкір. Гүлнар Курмашева, город Атырау. Мгм. Лиза Даулетованың командасымын. Аха, молодец. Ақшаң да бар, уақытың да бар. Өте керемет. Осы сондай адамдар жүру керек қой осы жерде. Өмірімде бірінші жасап жатқан сетевой компаниям осы. Вообще, Қайда көрейік? влюблена вообще. Классно. Добрый вечер, Россия. Жанар ханым. Да. Базаргүл ханым, Я тоже айтып ой. Да, я тоже первый раз в сетевом бизнесе. Никогда не была, в отличие от Алтынай. И я кайфую. Просто кайфую. Среди нас столько кайфушников, да? В Атрау кайфует, в России кайфуют. Все кайфушники. Молодцы. Мы работаем, конечно. Но работаем так, чтобы кайфануть. Классно. Заработали классно. столько, что можем кайфовать. Классно, классно. Вот Вот. даже осы бизнестің берерінің өзі осы ғой. Бір-бірімізге жақсылық ойлау, жақсы сөздер айту, нық айту, қатты айтсаң, өткізіп жіберу, қатты айтпасаң, тағы отырып қаламыз ғой. Еркіндік, анау исполнителіміз ғой бәрібір. Қаттырақ батырып жіберсең, ұшып тұр келіп, даже ұйықтап жатқан жеріңе ойлайсың, ойбай, менікі не жатсын, не істеп отырмын деген сияқты. Бүгін просто даже теманың өзі соған келіп тірелді ғой. Жанара, кеш жарық қыздар, қалайсыздар? Өте керемет зум, Жанара. Прям әдемілеп тұрып тыңдадым. Жаңа көсем деген есіме түсіп кетті да. Көсемсіген, шешенсіген деп. В общем, сондай адамбыз. Жаңа бір кісілерді айтып жатыр, прям ақшам да бар, уақытым да бар деп, өте тамаша. Біраз нәрселерді алдық, көп рахмет. Прямо свободно, спокойно түсіндірдіңіз. Тамаша. Дұрыс айтасыз, бұл жерде тек қана жұмыс. Я, мен қораушамын ғой, бұл жерде тек қана жұмыс істеу керек. Беріп атқанды алу керек қой, ойшым. Соны аламыз деп жүгіріп жүріп қой таңертеңнен кешке дейін. Алу керек. Столько возможностей действительно здесь. Барлық нәрсені жасап қойған, соның бәрін қолдану керек. Бәрімізге ризықты бірдей беріп қойған, мен де айтамын ғой, ризықты бірдей беріп қойған, соны алу керек. Все, схвачивать надо, ша. Поэтому я өте дұрыс айтасың, Жанара. Мой бизнес деп, өз бизнестерін қып қарасаңдар, бәрі болады. Рахмет за такой шикарный зум. Кен, рахмет, керемет зум вообще. Жанар ханымның зумын күтеміз тек. Қатты айтасыз, сізге айтасыз. Нағыз керегін айтасыз, без воды. Рахмет сізге көп-көп. Рахмет, қыздар. Біз жалпы мақтауды күтіп отырған адам емеспіз, бірақ қосыла шапқан дұрыс та. Қосыла, қасыңдағы, қарамағыңдағы адамдардың өзі сен шауып келе жатқанда қосыла шапса, ол кезде бір нәтижеге жетуге болады да. Жеңіл болады. Кімде қандай сұрақ бар? Бола ма сұрақ қойға? Сұрақ айтуға бола ма? Нұргүл, сен ба? Иә, ағай, қайырлы кеш. Вентум алғаннан кейін массажер сразу алуға бола ма? Да. Болады. Багода тап солай, да? Багодан шыққаннан кейін сразу массажер болады, да? Болады. Мынау дене бітімінің бәрін жібітіп, рахаттанып, после релакса отырған адам массажды дәметіп отырасың ғой? Бар болса, конечно. Алуға болады. Неге? Әрқайсысын шамадан тыс емес.
әрқайсысы шамаға қарай адамның денсаулығы түріне қарап та, мынау әлсіздеу адамда белгілі, жаңа давлениесі көтеріп беті қызарып келген адамда белгілі, басқа да белгілі. Бірақ қазір темаға байланысты по факту сұрақ қойыңдар. Қайда жаңа ақшасы бар қыздар? Сұрақ қойсаңдаршы. Сұрақ жоқ, бәрі түсінікті. Бәрі түсінікті. Гүлнар, Мне все понятно. Я Гүлнара, влюблена в эту компанию. Мен просто ойлаймын, не қиындығы бар? Өзің просто шынайы жақсы көріп, осыны шынайы түсініп, өзің пайдасын көріп, пайдаланып, соны жеткізу ғой. Мына жерде бәрі бар, келіңдер деп. Білмеймін, қай қала? өзі келетін сияқты адамдар артыңа саған қарап өзіңе, жетістігіңді көрсетсең. Адамдар наблюдатель ғой. Енді наблюдатель ғой, енді жетістігіңді көрсету үшін да ол жетістікке адаммен жетесің ғой. Жету үшін да бір әрекет. Бірақ Лиза Дәулетовнаға, Лиза Дәулетовна басында мынау маған осы, мен жалпы өзім маған сіз айтқандай денсаулыққа деп келемін, сосын ақша көреміз ғой. Маған тек қана косточкамды кетіретін бір стелька керек, маған айтпаңыз деген адам едім. Лиза Дәулетовна, Айман ханым Атырауда бір айда айтып жүрді маған, мында деген деньги, мне деньги не нужны, я вот это ходить за кем-то уговаривать, мне не надо, не предлагать, мне одни стельки нужны дейтін едім. Мен де сізбен құрдас екенмін. Айтатын едім, елуден кеткенде мен китайский нәрсені предлагать етіп, ол еще не уверена я, а ертең оның мана несі побочкасы шықса, как я людям в глаза буду смотреть? Я это не изучила, зачем мне это надо, деп. А потом, когда пошли отзывы, енді ана кабинет ашқанда стелькамен очки алдық қой. Сонда, когда алған адамдар, а я просто не понимала, у меня не было таких проблем. Ревматоидный полиартритпен ауыратын бір келіншек стелька алып, маған айтады, Гүлнара, я что только не делала. Я уже на гормонах сижу. Это действительно чудо стельки. Где-то за одну ночь они такое сотворили. Мен кроваттан бүйтіп спокойно аяғыммен қашан түскенім есімде жоқ деп. Сонда мен тек ойладым, бұны ақша емес, мен мынандай нәрсені жасырып отыруға болмайды. Мен сау болғанымен қанша айналамда адамдар бар қиналып жүрген. Соны жеткізуім керекпін максимально, что здесь вот такой товар есть, чтобы вам для здоровья его использовать. А потом дальше уже ақша керек десе уже изучать этеді ғой деп. И вот когда у меня просили одни стельки, я говорила, я не имею права тебе продать стельки, пока не расскажу про бизнес. А рассказала про бизнес, потом ты выбирай, хочешь одни стельки или в бизнес хочешь. И вот так я в основном продаю бизнес. Лиза Дәулетовна, наставниктеріме көп рахмет. Астанада Сымбат ханым. Супер, рахмет. Рахмет. Сіз сияқты адамдардан үйреніп жатырмыз бәрін. Осындай зумды тастамайым. Утренний кофе, вечерний чай. Стараюсь максимально изучать. Мана уақытым бар, шүкір, сосын тыңдаймын. Рахмет. Жалпы әр зумнан қатысып жатырық да, мен даже командадан сұраймын ғой. У нас шикарный зум был, шикарный был. Утренний кофе, я обожаю. Прям кофені ішіп отырып, кофені тыңдап отырып, бітті, өлдім, сол жерде бәрін түсіндім дейді. Вечерний зум опять, ой, бір-бірімізді мақтап, рақаттанып, соған довольный болып, айдайды, соған тағы сөйтеміз, е? Бірақ расскажите мне хоть 3 инсайта сол зумнан алған. Даже бүгінгі зумды айта салайықшы. Бүгінгі зумнан бір 3 инсайт айтыңдаршы маған. Что вы для себя взяли? Либо подача, либо тема, либо что-то зашло, либо что-то не зашло, либо что-то недоговорено. Вот сондай мәселе. Бір-бірімізге айта алмай жүрген заттар бар шығар. Я себе зумы конспектирую даже. Бүгінгі зумнан алғаным, что молодость дается всем, а старость дается только избранным деп. Мы поэтому не каждый может дожить до старости, поэтому сейчас надо именно здоровье нетумыз керекпіз деп. И потом, что никогда не поздно изменить свое мнение. Бір қатып қалған мнение емес, никогда не поздно изменить деп. Соны түсіндім. И то, что надо начинать сегодня. Сегодня самый лучший день для того, чтобы что-то начать. Не надо откладывать на завтра деген сөздерді өзім үшін ұғынып алдым. Рахмет, Гүлнара ханым. Тағы кімде қандай инсайт бар?
мына массажист ханымдар не істеп жатсыңдар? Оралдың қыздары молодец, сағат 9-дан кетті. Массаж жасап, бір-біріне үйретіп, біреуді шақырып алып, жатқызып алып, массаж жасап, анау қатып жатыр әне. Қыздар болдық па? Әлде сұрақ бар ма? Өздеріңнің инсайттарыңды айтып шықсаңдар, ну, это действительно приятно. Ертеңгі күнімізде қандай тема болсын дейсіңдер деген сияқты инсайттар келе береді да ол кезде. Я Жанар ханым рахмет. Бүгін күшті сабақ болды. Енді былайша не сколько как инсайты хочу сказать, а сколько хочу сказать, бүгін Жанар ханым енді прям андай, как говорится, то, что внутри кипело, у каждого в команде это есть. То, что сейчас Жанар проговаривала, у каждого в команде это есть. Просто иногда мы только жақсы жағын ғана айта береміз, да? Жақсы жағын ғана айтамыз. Вот это вот так, вот это вот так получается, так не получается. А то, что реально не получается, почему не получается, почему мы не можем даже определить, зачем мы пришли в этот бизнес, сколько мы хотим зарабатывать. Сегодня я вот с новичками работала, и даже мы не можем иногда даже, вот просто даже помечтать, например, да? Даже мы такие вещи не можем иногда сделать. А? Видео отключился, темно прям. Нет. Я видео стоит. Нормально. Вот. Нет у тебя тут, только голос. Ну, у меня видно видео вроде. Нормально. Но в любом случае... Мы всех видим. Я лично всех вижу. В любом случае, сегодня жақсы. в любом случае такие темы сегодня задеты, прям одна такая большая тема, да, и тема моего бизнеса, тема отношений к бизнесу, понимаете? Потому что біз бизнес жасап жүріп, иногда просто продажаға кетіп қаламыз, негативке кетіп қаламыз. Қазір көп компания бар. Адамдарға, если что-то не получается, тез сразу басқа жаққа кетіп қалады адамдар. Жеңіл жолды іздейді, адамдар жеңіл жолды іздейді. А ни в какой сетевой компании никогда не бывает мощного, быстрого такого результата, чтобы за короткий период вы заработали большие деньги. Пока вы адаптируетесь, пока получите результат, пока получите там какие-то, пока команду начнете строить, да, и только потом вы когда-то начнете получать результат. Вот как Жанар ханым сейчас говорит, енді қазір ушыл жұмыс істеп жүрген адамдар енді қазір түсініп, рахаттанып, нормально жұмыс жасап жатыр. Потому что не все же пришли в команды сетевиками, чтобы пришел и сразу тебе тарсылдатып. Сетевиктің өзіміз, например, мен өзім сетевиктің өзі, соның өзінде нам тоже нужно время адаптироваться к компании, адаптироваться к продукту, адаптироваться к регионам, к людям. Сейчас заман басқа болды. Заман басқа қазір. Бұрын сетевойды так не воспринимали, как сейчас. Қарсаңшы, Жанар ханым қазір қандай ғып обширно, вообще басқа жақтан айтып беріп жатыр да бізге. Отношения жағынан, сознание жағынан. Понимаете? Не жасап жатырмыз деген ойымызды ашатын жағынан айтып жатыр да, вообще басқа жақтан айтып жатыр. Соны біз өзіміз просто түсінуіміз керек та, қалай екен, не екен, не бір ойға келіп жатырмыз қазір, мысалы да. Бір жерде ұрсып та айтып, бір жерде де басымыздан сипалап та айтып дегендей. Сондай нәрселер бүгін жақсы айтылды. Рахмет, Жанар ханым. Я горжусь, что у меня есть такой наставник. Вот наставников всегда несколько у вас в бизнесе может быть. Может наставник быть такой, который с вами вместе пришел в бизнес, а может быть такой наставник, который уже опытный наставник, да. Вот наша задача просто быть всегда на связи. Вот Жанар начинает такой наставник, те, которые вот мы вот сейчас 24/7, я одна из ее тех партнеров в команде, которые 24/7 мы работаем. И причем мы всегда, как наставники, мы друг друга ищем. Я никогда не жду, когда мне наставник позвонит, а что она не звонит мне, а что-то она меня ничего не спрашивает, а что она меня не поддерживает. Неге мен астыма спонсорды ножка дегенді бәлені шығарып тұрған адамдар. Неге мен астыма спонсор ножка қоймайды, неге маған адам бермейді деп сұрайтын адам емеспін мен де. Сондай. Аран, не включай. Вот, поэтому я горжусь тем, есть наставник, это тот, который вас поддерживает реально 24/7 рядом с вами, хорошие, плохие моменты, и в любые моменты, любые ваши действия, знания, которые человек дает, да, это много стоит. Рахмет, Жанар. Рахмет, Алтынай ханым.
Я тоже прям горжусь, что вы в моей команде. И осылай күнде на связи бір туғанның жағдайын бүйтіп сұрамай шығармыз, осы командадағы қыздардың жағдайын сұраған сияқты. Мына қыздар жазып жатыр, видео көрінбейді, голос слышно, видео көрінбейді деп. Мен де көрінбей тұрмын ба? Я действительно никого не вижу. У всех видео отключенные. Нет, тебя видно. Видно, и Мен тебя видно, всех видно. ешкімді көріп Видно, отырған. видно, Да? видно. Бәрі жақсы. Базаргүл вас ханым, толқында бәрі қап-қара болып қалды да, сосын видео Даже көрсетпейді. Анна сегодня с нами, с Германии, на казахском зуме идет, а человек сидит, не знаю, наверное, немка с Казахстана, соскучилась по казахскому разговору, по казахскому языку, похоже. Да, жаным Спасибо сол. вам, спасибо. Прям вот поклон вам за то, что вы, независимо от времени, всего слушай, сидите с нами. Вот что значит дух, командный дух. И здесь без разницы, какой Да, вы нации, я на сегодня каком ей языке отправляю. говорится. Вообще, мы очень рады Да? вам. Тағы алтынай қатып қалды ма или мен? Все слышно, все хорошо. Я сегодня отправляю Zoom ей и говорю: Ань, вы же из Казахстана, сейчас вот то, что она в Германии. Я говорю, отправляю ссылку, но будет на казахском, но я буду, говорю, время от времени говорить и на русском. Говорю, вы поймете, короче. Главное, чтобы вы там присутствовали, чтобы поднять действительно дух. Алтынай, правильно говоришь. Нам нужно сейчас наши вот эмоции передавать друг другу и поднять наш командный дух. И это у нас классно получается, потому что Аня из тех людей, которые не сдается. Я помню, как у нее было 6 апреля операция, ей сделали операцию, и она вышла не очень удачная, но она очень смелая, то, что она держится, то, что лечится активатором, стельками, и она себя подняла, вот как сейчас вот даже сидит. Это, наверное, Божий дар, это, наверное, ее смелость, это, наверное, ее вот хотение жить, хотение ходить. Вот точно так же было у меня. И я хотела ходить, хотела сидеть, и это у меня получилось. И это и у тебя получится, Аня. Я в этом на 100% уверена. Сначала Аллах, да, вы понимаете, рахмет деп айтып отырған адам түсінеді қазақша. Сначала Всевышний, а потом вы сами, еще у вас есть супруг, который поддерживает. Я очень рада, что вы в моей команде, что мы с вами знакомы, что мы вот с Алтынай еще девочки собираемся в Европу, даст Бог, да, на 2-летие. Так что мы с вами там еще встретимся. Девочки, если еще есть время, давайте я вам дам коучинговые вопросы, 10 вопросов. Вы на них ответите сами или же отправите в чат наш, не знаю. Но ответьте для себя на эти вопросы. Тогда вы поймете вообще, почему у вас не получается и для чего мы тут ходим. Давайте. Первый вопрос. Где я сейчас в жизни? Где я сейчас в жизни? Второе. Что мне мешает, а что помогает? Что мне мешает, а что помогает? Третий вопрос. Чего я хочу в ближайший год? Чего я хочу в ближайший 26-й год? Четвертый. И почему это важно для меня? Хотеть чего-то, почему это важность? Почему это важно для меня? Записали? Да. Пятое. Каким человеком хочу быть? Именно в бизнесе, не в жизни.
В жизни вы уже состоявшиеся люди, которые у вас все в норме. Главное, в бизнесе сейчас говорим. Каким человеком хочу быть? Кем? Придумайте для себя. Шестое. Что для меня самое ценное? Что для меня самое ценное? Седьмое. Какие 3 шага смогу сделать уже сейчас? Какие 3 шага смогу сделать уже сейчас? Жанна, шестое повтори, пожалуйста, пропустила. Что Что для меня самое ценное? Что для ценное? меня ценное? Шестое. Какие 3 шага могу сделать уже сейчас? Седьмое. Записали? Да. Мгм. Восьмое. Что я готова отпустить? Что я готова отпустить, чтобы у меня получилось что-то? Что я готова отпустить? Девятое. В чем мои сильные стороны? В чем мои сильные стороны? Почему я чего-то добиваюсь? Значит, есть какие-то сильные стороны мои. Девятый был. В чем мои сильные стороны? Десятое. Как я вижу себя через 5 лет? Как я вижу себя через 5 лет? И для себя просто напишите, какой мой идеальный день, каждый день, чтобы вы а, благодарили себя, благодарили вот окружение Всевышнего. Просто для себя напишите, каким будет мой идеальный день. Или какой мой идеальный день каждый день. Нужно описывать свое текущее состояние, а не там когда-то было, завтра будет, а именно текущее состояние. В бизнесе, в семье, чтобы вы понимали, что вообще нужно в вашем внутреннем мире, что происходит и что нужно. И для чего это вообще нужно. Когда вы будете отвечать на эти вопросы, вы поймете, для чего это вообще вам нужно. Или нужно ли вообще. Все на этом. Благодарю всех. Рахмет. Так, нужно выключить запись. Анара, ты здесь? Нет, с нами нет. Анара же включала запись, да?